2022 жылғы 20 қарашада Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы өтеді. Президенттікке кандидатқа қойылатын талаптар қандай? Кандидат тумысынан республика азаматы болып табылатын, 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын, жоғары білімі бар, мемлекеттік қызметте немесе сайланбалы мемлекеттік лауазымдарда кемінде 5 жылды құрайтын жұмыс тәжірибесі бар, және белсенді сайлау құқығына ие азамат болуы тиіс. Президенттікке кім кандидат бола алмайды? Сотталғандығы белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған адам, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адам кандидат бола алмайды. Президенттікке кандидат болу үшін не қажет? Кандидаттарды республикалық қоғамдық бірлестіктер атынан олардың жоғары органдары ұсынады. Кандидаттарды ұсыну 11 қазанда сағат 18:00-да аяқталады. Президенттікке кандидатты тіркеу үшін қандай құжаттар тапсыру қажет? Кандидат тіркелу үшін бұрын ұсынылған құжаттардан басқа қол қою парақтарын, өзінің және зайыбының, жұбайының, активтері мен міндеттемелері туралы декларациялар тапсырғаны жөнінде мемлекеттік кіріс органының анықтамасын, кандидаттың сайлау жарнасын енгізгенін куәландыратын құжат, денсаулығының жай-күйі туралы медициналық қорытынды тапсыру қажет. Кандидаттарды тіркеу 21 қазан сағат 18:00-ге дейін. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы.